Қазақ халқының тарихында ел үшін еңбек еткен ұлы тұлғалар аз емес. Олардың өмірі, артында қалдырған мұрасы мен рухани өнегесі бүгінгі ұрпақ үшін бағалы қазына. Бұл бейнероликте Шоқан Уәлиханов, Смағұл Сәдуақасов, Ілияс Есенберлин, Мәлік Ғабдуллин және мүсінші Төлеген Досмағамбетов туралы қысқаша мәлімет береміз. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымдарының бірі, шығыстанушы, тарихшы, этнограф. 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданындағы Күнтимес қыстауында атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Шоқан Уәлихановқа арналған ескерткіш 1971 жылы 20 тамызда Көкшетау қаласының Куйбышев пен Әуезов көшелері қиылысында орнатылды. Ескерткіштің авторлары Төлеген Досмағамбетов, сәулетші Карим Әбдалиев. Мүсін қоладан құйылған, тұғыры бетон, қара мәрмәрмен қапталған, бүйір қырлары өрнекті жолақтармен ерекшеленген. Ескерткіштің биіктігі 9 метр құрайды. Смағұл Сәдуақасов, мемлекет және қоғам қайраткері, ұлт теңдігі үшін күрескен тұлға. 1900 жылы солтүстік Қазақстанда туған. Қамшының сабындай қысқа ғұмырында қазақ елінің болашағына адал қызмет етті. 1994 жылы қазан айында қазіргі Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің Смағұл Сәдуақасов атындағы агротехникалық институтының алдына Смағұл Сәдуақасовқа арнап бюст орнатылды. Бюсттің авторы Манарбек Бурмағанов. Бюсттің биіктігі 90 см, тұғырдың биіктігі 1 метр 20 см. Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінің айшықты тұлғаларының бірі, ұлт рухының жыршысы, қазақты әлемге танытқан қаламгер. Алмас қылыш, жанталас және қаһар романдарынан тұратын көшпенділер трилогиясы кеңестік кезеңде қазақ халқының ұлттық санасын оянуына түрткі болған маңызды шығармалар болды. Ілияс Есенберлинге арналған ескерткіш 2015 жылы жазушының 100 жылдығына Атбасар қаласында орнатылды. Авторы мүсінші, Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі Иван Седлецкий. Мүсін қоладан жасалып, тұғыры қызыл қоңыр гранитпен қапталған, жалпы биіктігі 5,5 метрді құрайды. Қазақ руханиятында терең із қалдырған, қаһармандық, батырлық әрекетімен, ғылыми ізденістерімен, ұстаздық және қаламгерлік қабілеттарымен, жан дүниесінің кіршіксіз мөлдір тазалығымен өзгешеленетін тарихи тұлға, Кеңес одағының батыры, ғалым, академик, жазушы, қоғам қайраткері Мәлік Ғабдуллинге арналған ескерткіш 2015 жылы 9 мамыр күні жазушының 100 жылдығы мен Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылдығына орай Көкшетау қаласының орталық саябағында ашылды. Авторы Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі, мүсінші Тоқтар Ермеков. Ескерткіш қоладан жасалған, биіктігі 3,5 метр. Жалпы биіктігі 5 метр 90 см құрайды. Қазақстан мәдениетінің тұтас бір кезеңін айшықтаған, ұлттық мүсін өнерінің негізін қалаушылардың бірі Төлеген Сәбитұлы Досмағамбетов 1940 жылы солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданына қарасты Мұрттық ауылында дүниеге келген. Ол Алматы көркемсурет училищесін және Ленинградтың кескіндеме, мүсін және архитектура институтын бітіріп, кейін Кеңестік социалистік республикалар одағының суретшілер одағының мүшелігіне қабылданды. 35 жасында Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанып, Қазақстан өнерінің еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағын иеленді. Шығармаларында қазақ халқының ерлік шежіресін көркем бейнелеген мүсіншінің туындылары бүгінде республика қалаларының барлығында дерлік қойылған. Ол Көкшетаудағы Шоқан Уәлиханов, Ақан сері және Біржан Сал ескерткіштерінің авторы ретінде кеңінен танылады.